осыны беріп жатырмын мына аллергиясына деп сөйтіп едім. Сөйтсем, мама қойыңызшы бермеңіз деп. Сосын сонда да тыңдамай бердім. Енді құдай қаласа Москвадан келе жатыр. Енді результатты көрсетеміз. Немереңіз псориаз. 12 жасар. Мен звондап осында дәрігерлер де бар ғой. Сол кісілерден сұрадым. Айттым, мен қалай беруге болады деп. Сөйтіп едім, бір капсуладан бір мезгіл бере беріңіз деді. Сонымен бердім. Мамасына, папасына айтқан жоқпын. Бұрлап жоғар жақта берем жаңа. Суды құйып аламыз жаңа башкеге. Сен жоғарда екеуміз ішеміз. Мен өзім ғой, өлсем де өзім ғой. Ана балам неғылсын, Құдай, ем болсын, ем болса екен, Құдай. Осы балама бір нәтиже берсе екен деп бердім шынымен. Өзім беріп алып ше, бір жағынан қорқатын. Сонымен жоқ, қазір ана баламны қуанған десеңіз, апа сізге рахмет, рахмет сізге, рахмет. Мен түшкірмеймін қазір. Көзімнің қышығаны қойды дейді. Немерем 12 жасар немерем. Қазір енді анда-санда түшкіреді. Әлде де ішу керек. Немерем бар,